Мен табиғатым, мен тіршіліктің бесігімін, мен сендерге таң сыйладым. Күннің шуағын, жаңбырдың нәрін, самал желдің әлдейін. Менің ормандарым сендердің тыныстарың, менің суларым сендердің тамырларың. Әр ағаш менің жүрегімнің соғысы, әр гүл менің күлкім. Мен адамдарды жақсы көрдім, өйткені адам менің балам. Бірақ соңғы кездері мен біртүрлі тыныштық сезінемін. Ол тыныштық бақыт емес, ол табиғаттың ұмытылған үнсіздігі. Ана, мен қатты шаршадым. Адамдарға үй болдым. Адамдарды көтеріп жүрдім. Қалалар салдым. Биік үйлер, ауыр жолдар, темір асфальттар арқаладым. Себебі мен үндемедім. Себебі олар сенің балаларың. Кезінде мен құнарлы едім. Кезінде балалар жалаң аяқ ойнайтын. Ал қазір мені бәрі менсінбейді. Тыныс алу қиын. Бұрын мен мөлдір едім, тау суындай таза едім. Балалар кеудесін кере жүгіретін. Ал қазір мен түтін болдым, қара күйеге тұншығып жатырмын. Зауыттардың ащы иісі, көліктердің уы. Маған бір жұтым ауа жетпейді. Мен ешкімге көрінбеймін, бірақ менсіз адамдар өмір сүре алмайды. Неге олар мені ойламайды? Біз әлсіреп барамыз. Біз жоғалсақ, адам да жоғалады. Қандай керемет табиғат, қандай әсер. Мен күшейіп келемін, күн сайын, сағат сайын. Адамдар ештеңе ойламайды. Қоқыс және бөтелкелерді лақтырады. Оларға бәрібір, мен осы әлемде иеленіп аламын. Жоқ, сен қоқыс уақытшасың. Жоқ, мен мәңгілікпін. Адамдар ештеңе ойламайды. Адамдар олар жалқау. Олар менің достарым. Бұл не қылған жер? Неге бәрі қараңғы? Табиғат неге жылап тұр? Мұны бәріміз жасадық па? Өз үйімізді өзіміз ластадық па? Мұны біреуміз емес, бәріміз жасадық. Егер әрқайсымыз бір қағаз тастасақ, осылай болады екен. Біз сіздерге көмектесеміз, табиғат біздің үйіміз, табиғатты таза ұстаймыз. Жоқ, тоқтаңдар. Сонда адамдар өзгерсе мен жоқ боламын ба? Мен жеңілдеп барамын. Топырағым тыныстай бастады. Мен қайтадан таза болдым. Міне нағыз өмірдің иісі. Көрдіңіздер ме? Табиғатты таза ұстау қиын емес, барлығы бір қадамнан басталады. Ағаштар отырғызу, қоқыс лақтырмау, табиғатты құрметтеу. Табиғатты қорғау, өз болашағыңды қорғау. Табиғатты таза ұстайық.